Айжан мен оның күйеуі Ерлан көп жылдар бойы бала сүйе алмай жүрді. Жас жұбайлар талай дәрігерге көрініп түрлі ем-дом жасатты. Бірақ ештеңе көмектеспеді. Араға 10 жыл салып Айжан ақыры жүкті болды. Бұл олардың өмірдегі ең үлкен қуанышты кезең болатын. Ұлы дүниеге келгенде Айжан өте қуанышты болды. Баласына Әлижан деп ат қойды. Бірақ бала туғаннан бастап біртүрлі нәрселер олардың өмірінде орын ала бастады. Түнде сәби шырқырап жылайтын, ал Айжан оны қанша жұбатса да тоқтамайтын. Құдды бір нәрседен қорыққандай көзі бақырайып, бөлменің бір бұрышына қарап мөлиіп қалатын. Кейде Айжан да бөлменің сол бұрышына қарап өзінен өзі тітіркенетін. Ол жақта ешкім жоқ, бірақ біреудің суық көзқарасы көрініп тұрғандай сезілетін. Айжан ұлына жанын беруге дайын болатын, бірақ оның ішінде түсініксіз ашу пайда бола бастады. Бірде сәби тағы да себепсіз шырқырап жылап қалғанда, ол шыдамай қолын сермеп қалды. Саусағы Әлижанның бетінен сәл ғана сырғып өтті, бірақ баланың жылауы үдей түсті. Айжан шошып кетті. Құдай сақтасын, деп күбірледі ол өз-өзіне. Бірақ уақыт өте келе ашу ызасы жиілей берді. Бірде ол нәрестенің бетіне жастық басып тұншықтырғысы келді. Соңғы сәтте өз-өзіне келіп шошып оянды. Маған не болып жатыр? Күндер өткен сайын Айжанның санасы бұлыңғырлана берді. Кейде ол өзін мүлде басқара алмайтын. Бір күні ұлы төсекте ұйықтап жатқанда анасы оның қасына келіп тұрды да оның бетіне ұзақ қарады. Кенет «Өлтір оны!» деп ысылдаған дауыс естілді. Айжан шошып артына қарады. Бөлмеде ешкім жоқ болды. «Өлтір оны! Ол сенің сорың, ол сенің түбіңе жетеді!» «Жоқ!» деп сыбырлады Айжан. Басын шайқады. Бірақ әлгі дауыс құлағына қайта-қайта естіліп санасын улап бара жатты. Бір күні күйеуі Ерлан үйге ерте қайтты. Ол табалдырықтан аттаған сәтте бөлмеден суық леп есіп, өзін жайсыз сезінді. Үйдің іші тым-тыныш болатын. «Айжан, Әлижан қайда?» Жауап болмады. Ол жатын бөлмеге беттеді. Есікті ашқан сәтте көрген көрінісі оның жүрегін суырып алғандай болды. Айжан төсектің шетінде отыр. Ал алдында қимылсыз жатқан сәби. «Не істедің?» деп Ерлан бақырып жіберді. Айжан басын көтеріп күйеуіне қарады. Оның көздері жансыз еді. Ол күлімсіреп сабырлап қана жауап берді. «Ол енді жылай алмайды». Ерлан айқай салып ұлына ұмтылды. Бірақ бәрі кешеді. Айжан сол күні-ақ психиатриялық ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлер оның ақыл-есі орнында емес деп шешті. Бірақ ең қорқыныштысы, ауруханада жатқан кезде ол түнде жылап біреумен сөйлесетін болды. «Мен оны өлтірген жоқпын!» деп сыбырлайды кезде. Ол өзімен өзі жоғалды. Медбикелер оның кейде бөлмедегі бос кеңістікке қарап сөйлейтінін байқады. Ол біреумен ақылдасқандай жауап беріп отыратын. «Сен кімсің?» деп сұраған бір медбике. Айжан басын көтеріп ақырын ғана күлімсіреді. «Сен оны көрмейсің бе? Ол осында. Ол менің ұлым!» Кенет медбике Айжан отырған төсек маңынан әлдебір түсініксіз сыбдыр естілді. Әлдене жерде жылжығандай, тырналғандай болды. Бөлме іші суып ақылынан адасқан әйел сыбырлай бастады. «Ол қайтып келді. Ол мені жібермейді». Осыдан кейін Айжан ауруханада көп тұрмады. Бір түнде ол өзін өлтіріп жан тапсырды. Бір қызығы, сол таңертең медбикелер оның өлі денесінің қасында әлдебір нәрестенің кішкентай іздерін байқатты. Ал ол күні түнде аурухананың есігі дәлізінен нәрестенің жылаған дауысы естілген екен.